Қадірлі достар, бүгін баршамыз үшін ерекше күн. Тәуелсіздіктің торқалы тойы қарсаңында еліміздің білімді де білікті, іскер де белсенді жастары республикалық форумда бас қосып отыр. Баршаңызды тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Бұл Тәңірдің біздің ұрпаққа берген баға жетпес үлкен сыйы. 30 жыл халқымыз үшін тарихи белес. Біз осы уақыт ішінде ата-бабамыздың асыл арманын орындап қана қоймай, оны баянды ете білдік. Қазақстанды әлем таныған, жаһан мойындаған іргелі мемлекетке айналдырдық. Бұл барша халқымыздың ортақ жеңісі. Мен Қазақстанды тәуелсіз мемлекет деп жариялаған тұста елімнің келешегі жарқын, халқы бақуатты, жастары бақытты болсын деп армандадым. Өскелең ұрпақтың сапалы білім алып, лайықты өмір сүру жолында аянбай еңбек еттім. Бүгінде сол арманым орындалып отыр. Тәуелсіздік жылдары біз дамыған елдермен терезесі тең, бәсекеге қабілетті жаңа буын тәрбиеледік. Дорогие друзья, молодежь – это всегда самая активная, мобильная часть общества. Во все времена именно молодежь являлась катализатором исторических преобразований, а также стратегическим ресурсом благополучного будущего любой страны. Особые надежды на молодое поколение возлагаются в Казахстане. С первых дней независимости одним из главных приоритетов государственной политики была всесторонняя поддержка нашей молодежи. За эти 30 лет мы смогли воспитать новую формацию людей, готовых брать на себя ответственность за судьбу отчизны, чтобы они были энергичные, образованные, физически и профессионально подготовленные, мобильные, более адаптированные к изменениям социально-экономическим условиям современности. Я неоднократно подчеркивал, что энергия, целеустремленность и инициативность молодежи являются залогом успешного развития Казахстана. Многие выдающиеся достижения в науке, бизнесе, культуре, спорте связаны с именами молодых казахстанцев. Молодежь не остается в стороне от активного участия в общественно-политической жизни нашей страны. Молодые патриоты Казахстана укрепляют достижения независимого государства во всех сферах его деятельности. Сегодня перед страной стоит масштабная задача войти в тридцатку самых развитых государств мира. Именно вы, молодежь Казахстана, проложит путь к этой цели, и вы будете жить в эту эпоху, совершенно другую, чем сейчас, преодолев все вызовы и угрозы. Уверен, что так и будет. Ведь у вас, у молодого поколения казахстанцев, есть четкое понимание того, что добиться личного успеха и общего процветания можно только активным участием в жизни своей страны. Общенациональные ценности, ориентиры, такие как взаимопомощь, толерантность, единство, сплачивают молодежь и все современное казахстанское общество. Именно эти ценности были главным постулатом нашего развития последние 30 лет. Именно благодаря этому Казахстан всегда был стабильным, внутренняя дружба между разными этносами сохранялась, мы уважали все религии, и мы были вместе. За 30 лет независимости мы построили процветающее государство, воплотив в реальность мечты наших предков. Сегодня каждый из нас должен быть готов жить и работать ради Казахстана и его будущего. Я обращаюсь к молодежи Казахстана с призывом: созидайте, мечтайте, творите и любите, живите во благе нашей страны. Вы новые крылья независимого Казахстана. Ардақты менің достарым, тәуелсіздікпен қатар дүниеге келген ұрпақ қазір орда бұзар 30-ға толып отыр. Бүгіні бекіп, қанаты қатайып, талай игілікті іске ұйытқы болар жасқа жетті. Туымызды биік ұстайтын, ұлтымызды ұлы мұраттарға бастайтын сол тәуелсіздік ұрпақтары сендерсіңдер. Қай заманда да тарихта өздерін сияқты жалынды жастар, білімді азаматтар жасаған. Сендерге айтарым, әр кезеңнің өз қиындығы мен сынағы болады. Қазіргі күрделі ахуалда көріп отырсыңдар. Дүние мың құбылып тұр. Осынау аумалы төкпелі заманда тек білім мен ғылым қуған ел сенімді алға басады. Осы жолдан таймаңдар. Біз текті халықтың ұрпағымыз. Қанымызда қайсарлық,
бойымызда батырлық, жүрегімізде жігер бар. Осы орайда алғаш келетін мына бір өсиеті ойыма оралып отыр. Біз бай, білімді әрі күшті болуымыз керек. Бай болу үшін кәсіп, білімді болу үшін оқу керек, ал күшті болу үшін елдің бірлігі керек. Береке бірлік барда алынбайтын асу, бағынбайтын белес жоқ. Халқымыздың ұлы жеңістерінің бәрі татулық пен тұрақтылықтың арқасында келген. Әлі де алға қойған асқақ армандарымыз, биік мақсаттарымыз көп. Қазақстанды озық 30 елдің қатарына қосу баршамыздың ортақ міндетіміз. Осы орайда жастарға зор үміт артамын. Сендерді ұлт мүддесі жолында аянбай қызмет етуге шақырамын. Егемендік халқымыздың ең қастерлі құндылығы екенін ешқашан ұмытпаңдар. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.